Ассалаумағалейкум көрермен қауым. Бүгінгі видеоролигімізде алдарыңызда тұрған схеманы жинап, таныстырып кетпекпін. Бұл схема жалпы орысшасы АБР деп аталады. Автоматный резервный включение дейді. Яғни А линиясындағы кернеу өшіп қалған кезде автомат түрде 2-3 секундтан кейін болсын, өз қалаған уақыттан кейін В линиясына қосу схемасын айтады. Бұл негізі 380-ге де қолдануға болады. Егерде қатты анау айтқандай жауапкершілік аздау болса, жауапкершілік болған кезде электр қозғалғыштары, әртүрлі насостар қосылған болса, бұл схеманы қолданбай ақ қойған дұрыс. Өйткені В линиясында фазировка ауысып кетсе, бұл білмейді, ол қоса береді. Яғни насосымыз кері қарай айналып, ол сормастан босқа, былайша айтқан кезде істен шығуы мүмкін. Ал бірақ енді анау айтқандай жауапкершілік жоқ, тек қана бір тен анау мынау қарапайым пассивті құрылғылар қосылатын болса, бұл жарай береді негізі. Өйткені бұл жерде реле фаз деген бір құрылғы бар. 3 фаздың кеп тұрған, және де АВС деп тұр, мысалы линия АВС мен В мен А-ның немесе С мен В-ның орнына ауысып кеткен кезде, мысалға сол біліп отыратын сондай құрылғы арнайы. Бұл жерде ол қарастырылмаған. Ол жайлы бөлек видеоролик болады. Осыдан кейін оны қарастырып, онда схемасын жинап көрсететін болам. Яғни қазақшасы, яғни резервтік қорек көзін қосу схемасы. АВР-дің қазақшасы осылай болып тұр. Енді бұны түсіндіріп кетейін, қалай жұмыс істейтінін жалпы. Мына А линиясы, В линиясы, жаңа айтқандай, негізі бұны 220 вольт тоқ тізбегіне қолданған дұрыс деп өзім ойлаймын. 380-ге қарағанда. 380-ге бөлек схема шығаратын болам. Енді қараңыздар, мына екі контакттар бізге керек, қазір көрсетіп өтейін, не керек деген. Мына екі контакттар. Катушкалары 220 вольтпен істейтін болу керек. Яғни бір фазбен. Мына катушка жалғанатын жері А2-сі, А1 0 фаз. Разница жоқ, істей береді негізі. Осындайдан екеу. Өйткені схемада екі контакттарымыз тұр, міне. Екеуі тұр. Мен жағдайымда Siemens-тің контакторлері. Сосын барып, бұл контакторымыздың біреуіне қарасаңыздар, нормальный закрытие, яғни толық тізбек тұйықталып тұрған кезінде, өшіп тұрған кезде тізбек тұйықталып тұратын контактысына NC деп тұр ғой. Бұда біреу ақта әрқайсында бір NC, бір NO деп тұрады. Толықтай ажыратылған, толықтай қосылып тұрған контактілерден бір-біреуден болады да. Ал бізге мына схемада бір контакторымызда екеу керек болып тұр. Сондықтан да осы біреуіне біз қосымша доп контакты деген тағы қосымша құрылғы бар. Яғни осыған келе қоятын. Соны аламыз. Міне, осы әрқайсысының өзінің қосымша контактысы болады. Барлығына бір-біріне келе бермейді. Үстіне қоямыз, мысалы ғана контакттардың үстемізде тартамыз, келеді болды енді. Бұда қосымша тізбек тұйықталып тұрғаннан екеу, міне, NC-дан екеу, тізбек ажыратылып тұрғаннан екеу қосымша болады да. Бізге, значит, мүмкіндік береді деген сөз. Осыдан бір NC-ні аламыз, немесе екеуінде алсақ болады. Осы қосымша топ контактының өзінен ақ немесе біреу мынадан алып, біреу мынадан алсақ та болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Сонан соң мына екеуі тұрған уақыт релесі, реле времени, немесе таймер дейік. Бұл екеуінің орнына мен алдында осы жұлдызша үшбұрыш схемасын жинаған кезде қолданған мынандай звезда треугольниктің арнайы реле временин қолданайын тұрмын бұл жерге. Арнайы осыған арналған, жұлдызша үшбұрышқа арналған өзінің арнайы Siemens-тің реле времени болып табылатын ол. Осындайдан тағы бір түрін тауып алдым. Бұл да дәл сондай. Сәл-пәл енді өзгерістер бар жалғануларында, бірақ жұмысы бір. Осыдан мысалға примерно 5 секунд па, 3 секунд па қоямыз екеуіне де. Яғни А линиясы өшіп қалған кезде Б линиясы қосылу үшін 3 секунд немесе 5 секундтай өту керек. Кішкене күту керек та, өйткені А линиясы өшіп қалып қайтадан қосылып кететін болса, бір-бірімен былайша айтқан кезде конфликтке түсіп қалуы мүмкін да.
соны болдырмас үшін кішкене күту керек, задержка болу керек арасында. Немесе мынандай PSU-10 деген 510 деген уақыт релесінде қолдануға болады. Жалпы негізі осыған құсас кез келген уақыт релесін қолдана беруге болады былай айтқан кезде. Сонан соң барып бұл екеуі мынау тұр, мына уақыт релелері, реле временилер. Мынау тұрған кәдімгі қарапайым катушкасы 220 вольтпен істейтін қарапайым реле. Ол мынау тұр, міне өзінің арнайы ставкасы киілет, дейінірекеге бүйтіп киіле салу үшін арнайы істелген. Енді түсіндіріп жіберейін. Бірінші екі линияға да автомат қойылған, мысалы QF1, QF2 деген. Екеуі де көтеріліп тұрады. Сол кезде бірінші мынау контактор қосылады. Ол қалайша жүзеге асады, соны түсіндіріп жіберейін. Өткен себебі қараңыздар, нулевая шина, нөліміз мынау тұрған. Нөліміздің барлығына қарасаңыздар, бүкіл мынау жаңа контакторымыз болсын, релелеріміз болсын, уақыт релелеріміздің барлығының бұрыштары жалғанып тұр. Бұрыштары қарасаңыздар, мынау тұр, міне бұрышы, мынаның бұрышы, мына КМ2 дегеннің бұрышы жалғанып тұр. Катушкаларының қарапайым релеміздің де бұрышы осы нөлге жалғанып тұр. Яғни паз ғана жетіспей тұр, мынауға да бұрышы жалғанып тұр. Енді бұл паз бұған қалай келеді? Мынау бірінші қарапайым релеміз қосылу үшін бұған паз мынау тұрған жаңағы көрсеткен қосымша контактор кигізілген контакторымыздың доп контактысынан NC деген өшіп тұрған кезде тізбек тұйықталып тұратын контактісінен қараңыздар, бұған паз берілген мынау А линиясының С деген пазына жалғанған. Мынаны қарасаңыздар, бір сым ол барады да осы доп контактымыздың NC-сына кіріп, үстінен кіре ме, астынан кіре ме, разница жоқ. Астынан кірді дейік, үстінен шығып, міне үстінен шығып барып, мынау жаңағы релеміздің, қарапайым релеміздің катушкасының екінші ұшына барады. Екінші ұшына, өйткені бір ұшына нөл келіп тұр, сондықтан да бұл іске қосылады. Іске қосыла салысымен бұдағы ажырап тұрған NO деген, яғни толықтай өшіп тұрған кезде тізбегі ажырап тұратын контактысы тұйықталады да, ол өзінің бойынан жаңағы келіп тұрған С линиясынан келіп тұрған пазаны, бүйтіп өтіп тұрған пазаны ары қарай жоғары қарай шығарып, мынау тұрған уақыт релесін былай айтқан кезде қоректендіреді ғой. Мысалға мынау болсын, ешқандай айырмашылық жоқ. Осының біреуіне келеді, мысалға мына жақта тұр деп есептейік, осыған келсін. Ол примерно жаңа 3 секунд немесе 5 секундтан кейін қосылады. Қосылған кезде қарасаңыздар, бұған да жаңағы міне бір жағынан нөл постоянно келіп тұр ғой. Екінші жағынан жаңағы қарапайым реледен өткен пазымыз бір жағынан катушкасына тоқ береді. Ол 3 секундтан кейін барып қосылған кезде 17-тен кіріп тұрған, өзінен келіп тұрған жаңағы қарапайым реледен келіп тұрған пазымызды 17-тен кіргізіп 28-ден шығарады. Басында қосылған кезде 18-ден шығады, оны біз қолданбаймыз, өйткені біз звезда треугольникті қосайын деп отқан жоқпыз. Бізге бұл жерде тек қана 28 деген контактісі керек. Осыдан шығарады 3 секунд немесе 5 секунд, өзіміздің қойғанымызға байланысты. Ол барады, ол паз айналып барып, тағы да мынаның жаңағы доп контактісі жаланған катушкамыздың, яғни контакторымыздың NC деген екінші контактісін өтіп, қосымша қорғаныс ретінде істелген, өтіп барып, айланып келіп, мынау екінші КМ1 деген мынау тұрған контакторымыздың катушкасына барады. А1 деген, яғни 230 вольт деп жазылып тұр ғой, А1 деген, міне осыған барады. Бұның бір шетіне 0 келіп тұр онсызда, міне көрсетіп жаңа. Яғни осы контакторымыз 3 секундтан кейін іске қосылады ғой. Соның арқасында А линиямыздағы 3 паз болсын немесе 1 паз болсын, айырмашылық жоқ. Ең бастысы бізге мынау қосылса болды. Мына жақ қарай өткізетін. Мына жерге қарапайым түрде түсінікті болу үшін электр қозғалтқышын жалғап қойған.
негізі оны қазір жалғап көрсетемін негізі. Сосын позировкасын да ауыстырып көрсетемін. Бұл өйткені позировканы сезбейді. Ауысып кете ма, жоқ бір паз жетпей қала ма. Егер де С линиясындағы паз кеп тұрса, қалған мысалға В линиясында паз болмай қалса да бұл қосыла береді да. Бір қауіптілігі сода. Сондықтан да айтып отқаным, оны тек қана 220 вольт ток тізбегінде, яғни бір фазалы ток тізбегінде қолданған дұрыс. Үш фазалықта негізі қолданбай қойған дұрыс болады. Өте қауіптірек. Енді қарапайымдылық керек болса, және де көп компонент керек. Былайша айтқан кезде негізі жаңағы айтып отырмын ғой. Алдында айтқандай, бұған жаңағы позировканы білу үшін немесе бір паз жоғалып кеткенді білу үшін реле паз деген құрылғы бар. Оның бағасы да әжептәуір тұрады. Мысалға сіз экономдауыңыз керек болып тұр. Сізде тек қана екі контактор, екі уақыт релесі, сосын қарапайым реле бар. Ал жаңағы құрылғымыз жоқ болып тұр да, немесе ақша жоқ болып тұрған, жетіспей тұр. Не желательно мысалға именно Siemens, мысалы EEC-тіңкіні қолдануға болады, бірақ EEC-тіңкі өте нашар, шын айту керек. Siemens-тердің өмірі ұзақ кәдімгідей өзінің дәлелдеп тастаған. Мысалға сондай жағдай болса, мына схеманы қолдана беруге болады. Желательно бір фазды линияға, мүмкіндігінше үш фазды линияға қолданбай қойған дұрыс. Ал енді кәдімгідей басқа вариант болмай жатса, және де тен немесе қарапайым пассивті бір құрылғыларды, нагрузкаларды қосу керек болып жатса, қысқа уақытта бұны қолдануға болады. Еш айыбы жоқ. Бірақ жаңағыны ескертіп кеттім. Мынау қарапайым лампыны да жылап көрсетем қазір. Енді мысалы А линиясында тізбек, яғни тізбек қосылып тұр ғой. Бірақ электр тоғымыз жоғалып кетті. Кабель үзіліп кетті, немесе трансформатор жанып кетті ме, неше түрлі жағдай болады ғой. Ремонт болды да өшіріп тастады мысалға ше. Сол кезде былайша болады жұмыс істеу принципі. Ары қарай өшті, реле де өшті, қарапайым релемізде өшті. Өшкен себепті бұда да NC деген контакты бар. Міндетті түрде мына сияқты NC деген контактілер бар. NC-міз басында ажырап қалып еді, NO-мыз жалғанған еді. Енді қарама қайшы процесс жүреді. NO-мыз ажырайды, NC-міз қайтадан өзінің қалпына келіп жалғанады да. Ал бұның бір ұшына мына В линиясының С деген фазасы жалғанып тұрады. Яғни ол осы NC арқылы өтіп барады да, мынау тұрған, мына жақта тұрған уақыт релемізді іске қосады. Мен 3 секундтан кейін іске қосылды. Қосылды, басында 18-ден тоқ шықты, біз оны қолданбаймыз. 3 секундтан кейін 28-ден тоқ шығады. Пазамыз, жаңағы С-дан кеп тұрған пазамыз өзінің 17-сіне кіріп тұр, және де катушкасына да кіріп тұр. Яғни өзінде қосады, ары қарай өзінен кеп тұрған, 17 кеп тұрған осының пазын да 28-ден шығарады. 3 секундтан кейін шығарып апарып, оны айландырып апарып, мынау басында қосылып тұрған контакторымыз өшіп қалды ғой, өйткені мына жақта кернеу жоғалып кетті. Сол есепті мынау қарапайым релеміз өшті, одан кейін мынау да өшті. Барлығы бір-біріне байланысты ғой, схеманы түсініп отырсаңыздар. Сол себепті бұның NC деген контактісі де тұйықталды, қайтадан қалыпқа келді. Соның арқасында мына жақтағы уақыт релесіне кеп тұрған пазамыз NC деген контактісінен кіріп, ары қарай шығып, айланып барып, мына KM2 деген контакторымызды қосатын болады. Яғни В линиясына 3 секундтан кейін автомат түрде ауысатын болады. Қарап отырсаңыздар, өте қарапайым схема негізі. Енді түсінбесеңіздер, жақсылап тұрып схемаға қарап алыңыздар. Негізі анау айтқандай түсінбейтінде ештеңесі жоқ, шынын айтқанда. Күрделіше. Келесі схема, айтып отқанымдай жаңағы реле фазды қолданатын схема, енді бұдан қарағанда кішкене сәл қиындау болуы мүмкін. Ол да бірақ енді анау айтқанда қиын емес. Енді қазір осыны жинап, іс жүзінде қосып көрсетейін мен. Схемамызды жинап қойдық. Нагрузка ретінде 3 фазды электр қозғалтқышымыз және де қарапайым 220 вольттық лампа. Оны бір фазға ілдік, кезілген бір фазға. Сосын бір шетін нөлге жалғап қойдық. Ал енді бұл жерде бір-ақ линия болғандықтан, екі линия тұрғанда есебінде екі автомат қойып, схема бойынша ше, түсінікті болу мақсатында. Әдейі екі бөлек 3 фазды беру мақсатында екі кабель тәуелсіз жалғап қойдым. Әйтпесе түсінбей қалуы мүмкін көбісі.
былайша айтқан кезде мына В линиясы, мына А линиясы деп түсінсеңіздер болады. Енді қазір екеуін де бірдей көтеремін, сол кезде бірінші А линиясы қосылатын болады. Өйткені схемада қарасаңыздар, екеуіне тоқ келген кезде бір мезетте мынау қарапайым релеміз іске қосылады да, соның арқасында ол мына контакттарды қосатын болады. Мына контакттарды. Жаңа түсіндіріп өттім ғой. Ал енді көтерейік екеуінде. Бірдей. Мен 3 секундқа қойдым екеуінде. Біреуін өшірем. 3 секундтан кейін қайтадан көтерем. Қайттан көтерсем, уже А линияға ауыспайды. Мынаны өшіргеннен кейін ғана барып ауысады. Оны кейде түрлі өзі керек жағдайлар болады кейде. Екеуі де қосылып тұрған кезде, мысалға қосылып тұр. Сосын мынау өшіп қалды. Өшіп қалды. Қосылады мынаған. Сонан соң барып қайтадан А линиясы қосылған кезде қайтадан А линияға ауысу керек деген жағдай болса, сол керек болып жатса, былайша айтқан кезде, ол кезде біз схемамызға кішігірім өзгеріс енгізуімізге тура келеді. Ол не өзгеріс? Қазір түсіндіріп жіберейін. Дәл жаңа айтқанымдай жұмыс істеу үшін, А линияға басымдылық беру үшін біз сондағысы бір кабельдің орнын алып, екінші жерге жалғай салу керек болып тұр. Мақсат сол ғана. Ешқандай қиыншылық жоқ. Мынау тұрған А линиямыздың С фазасына жалғанып тұрған мынау қосымша контакты кигізілген, доп контакты кигізілген контактымызға жалғанып тұр ғой, бір фазамыз міне. Міне С фазамызға жалғанып тұрған контакт, доп контактының бір шетіне кіріп тұр, оның екінші шетіне шығып, қарапайым релемізге барып тұр. Қарапайым релеміздің НО деген контактысына барып тұр. Нормальный открытие. Соны біз бүйтеміз қазір. Міне. Осы доп контактыдан ажыратып аламыз да, айландырып әкеліп, прямой жалғай саламыз мынау релеміздің кірісіне. Сол кезде мынау қосылып тұрғанның өзінде де мынау релеміз қосыла беретін болады. Оның алдында мына қосылып тұрған кезде мынадан тоқ өте алмай, мына релеміз қосыла алмайтын еді. Соның арқасында біз А линиясының автоматын көтергеннің өзінде де мынау В линияменен жұмыс істеп тұратын еді. Тұтынушымыз, мотор болсын, свет болсын. Енді қазір осының орнын айға жалғай саламыз, аламыз да. Сол кезде В линиямен істеп тұрады. А линияның автомасын көтерген кезде мынау релеміз қосылады да, ол мынау контакторымызды іске қосатын болады. Мынаны өшіретін болады. Қазір соны жалғаймыз. Ол мынау тұр мына қоңыр кабелімізді аламыз да, мынаған тікелей жалғаймыз, сосын барып нәтижесін көрсететін боламын. Міне жаңа айтқанымдай, қоңыр кабелімізді С фазамызға тікелей жалғап қойдық. Қосымша NC деген нормальный закрытый контактіге жалғамастан тікелей жалғап қойдық. Енді мынау қосылып тұрса да, бұл өзінен фазаны өткізіп, мынау релемізге бере беретін болады. Енді көрейік нәтижесін бірге. Екеуін бірге көтерем, қайтадан 3 секундтан қосылады. Өшірем. Б линиясы қосылады қазір. Б линиясы қосылды. Қайтадан А линиясында 380 пайда болды деп есептейік. Мына өшті, Б линиясы өшті. 3 секундтан кейін қайтадан А линиясына ауысады. Міне. Осылай керек десеңіз, жаңағындай жалғай саласыз, бітті, соның мәселе шешілді. Қайсы линияда тоқ бар, сонымен істей береді қысқасы. Бұмен істеп тұр қазір, аны қосам. Бұл өшеді да, аға ауысады. Яғни бұл жерде А линиясына басымдылық беріліп тұр, негізгі линияға. Мынау резервті линиямыз тек қана А линиясында кернеу жоғалса ғана іске қосылатын болады. Енді келесі видеоролигімізде кәдімгі реле фаз деген құрылғыны қолдана отырып көрсететін боламын. Ол кезде қорғаныс бар.
Оның айырмашылығын қазір айта салайын сразу. Мысалы қарасаңыздар, мына моторымыз мына жаққа айналып жатыр қазір, көрсетейін. Өшіремін қазір. Өшіремін. Мына жаққа айналып жатады. Қазір екі фазаның орнын ауыстырамын. Бір линиядағы екі фазаның орнын әдейі ауыстырамын қазір мен. Бір линиядағы екі фазаның орнын ауыстырып жіберемін да, сол кезде қалай болатынын көрсетейін. Мына Б линиясындағы екі фазаның орнын ауыстырдым. Мысалы, ауысып кетті деп есептейік та. Электриктер бір жұмыс істеп, столбға шығып, екі фазаның орнын ауыстырып жіберді деп есептейік. Неше түрлі жағдай болады өмірде. Қазір қосамыз, бірінші А линиясы қосылады міндетті түрде. Былай қарай айналып тұр. Енді А линиясында кенеттен кернеу жоғалып кетті деп есептейік. Енді көреміз қай жаққа айналатын. Көрдіңіздер ме? Кері қарай айналып кетті. Өшірейін. Егер бұның орнында мысалы насос немесе конвейер болса, мысалы конвейердің үстінде цемент, неше түрлі заттар болады ғой. Моторымыз кері қарай айналса, насосымыз зияны тиюі мүмкін насосқа. Және де конвейердің үстінде тұрған цементтеріміз кері қарай жерге төгіліп, былайша айтқан кезде бізге қосымша шаруа тудыруы мүмкін. Міне осыны болдырмас үшін реле фаз деген құрылғы керек. Бұны негіз айтып отқанымдай алдындағыдай 220 вольт тоқ тізбегіне пайдаланған дұрыс 180-ге қарағанда. Міне осымен біздің видеоролигіміз соңына таяды. Ендеше каналға тіркеліп, таныс тамырларыңызды жіберуді ұмытпаңыздар. Лайкты аямай басыңыздар былайша айтқан кезде. Ендеше аман есен болыңыздар.